Барлықтарыңа сәлем оқушылар. Бұл ژБТ ағай және сендерді 2024 жылдың алғашқы нұсқа талдау сабағында көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл нұсқа талдау сабағын сендерге қаңтар ұлттық бірыңғай тестіне дайын болып кіру үшін арнайы түсіріп отырмын. Жалпы бүгінгі біздің нұсқа талдау сабағымыз бір емес 2 бөлімнен тұрады. Сендер бірінші бөлім көріп отырсыңдар. Осы бүгінгі бірінші бөлімде сендермен бірге мен 20 сұрақты талдаймын. Барлық 20 сұрақта тек бір ғана дұрыс жауап болады. Және бұл сұрақтардың барлығын ұлттық тестілеу орталығының форматында жасап қарастырып шыққан болатынбыз. Жалпы бұл сұрақтар даже осы қаңтар ұлттық бірыңғай тестіне келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да осы сабақта берілетін барлық сұрақты жазып жаттап алып отырмын, жарай ма? Тағы да бір ескертетін нәрсе, егер осы видео сабақтың екінші бөлімі, яғни бірнеше дұрыс жауаптықпен сәйкестендіру форматында жасалған сұрақтарды мен жылдам уақытта шығарсын десеңдер, осы видеоға 200 лайк жинаңдар. 200 лайк жинаған кезде міндетті түрде екінші бөлімді бірден шығаратын боламын. Жалпы сұрақтарға кіріспес бұрын тағы бір ескеретін нәрсе, қаңтар ұлттық бірыңғай тестіне дейін менің мини курсыма қатыспай кірме. Ешбір қалжыңсыз айтамын, потому что мини курста жаңа форматтағы, именно жаңа форматта сәйкестендірудегі байланысты міндетті түрде келетін тақырыпты үйрететін боламын. Ол тақырып бізде word formation. Ең қиын, ең көп келетін тақырыптардың бірі. Яғни бұл тақырыптың ішіндесіңдер prefix, suffix, compound nouns және conversion. Осы 4 тақырыпты толық меңгеріп шығатын боласыңдар. И мини курсқа қатысу үшін сендер инстаграмға мини курсқа тегін қатысқым келеді деп жазсаңдар, сендерге қалай тегін қатысуға болатындығы жөнінде шарттардың бәрін бірден жазып жіберетін боламын. Жақсы, олай болса кеттік, бірден осы тест тапсырмаларын орындауға көшейік. Бірінші сұрақ. The correct ending of the idiom. Мына идиоманың дұрыс аяқталуын табыңыз дейді. Blood is thicker than water. Жалпы мына жерде қарасаңдар оқушылар. Blood дегеніміз бұл адамның қаны, иә? Ал thick деген сөз бұл егер қандай да бір адамдар, не болмаса көп деген бір заттар жинақталып бір жерге тұратын болса, онда осыны тығыз деп айтады. Тығыздық қой да? То же самое. Кейбір сұйықтықтардың тығыздығы төмен, кейбіреулерінікі жоғары болады деген сияқты. Мысалы, бал бірден ақпайды ғой, а вот су бірден ақып кетеді деген сияқты. Көрдіңдер ме? Сондай нейді қан неге қарағанда тығыздау деген мағынаны береді. То есть thick дегеніміз қалың, не болмаса тығыз деген сөз. Енді бұл негізі идиома әбден орны қалыптасқан. Бұл сұрақтың жауабы blood is thicker than water деген сөз. То есть бұның беретін мағынасы адамның отбасы достарына қарағанда әрдайым жақынырақ деген мағынаны береді. Blood is thicker than water. Енді мына жерде milk келмейді, oil келмейді, bone деген сөзде келмейді. То есть bone дегеніміз бұл сүйек, oil дегеніміз бұл май, milk дегеніміз ол сүт. Кеттік. Екінші сұрақ. Past perfect is used in which sentence? Past perfect қай сөйлемде қолданылып тұр дейді. Енді past perfect'тің формуласын білесіңдер ме? Қалай? Біз had, одан кейін бар verb 3, не болмаса verb ed болу керек. Кеттік. Arsene is the smartest student in his classroom. Бұл бізде present simple, present simple дейік. I could buy myself flowers. То есть could buy дегеніміз бұл past simple да болып тұр. I can buy myself flowers болса, онда I could buy myself flowers бұл уже past simple. Әрі қарай. She the written 10 letters. Жалпы ағылшын тілінде мұнда зат есімнен кейін had деген келетін болса, subject plus had болса, оны subject, сосын бар apostrophe, одан кейін бар the қылып қысқартуға болады. Поэтому she had, мына жерде written дегеніміз бұл етістіктің үшінші формасы. Сонда she had written 10 letters. Я, сын нұсқасы бізде past perfect болады екен. Ал the нұсқасы ше, it should have been finished by the end of the month. Қараңдар, should, одан кейін бар have келіп тұр. Жалпы have дегеніміз бұл past емес, present simple ді білдіреді. Одан кейін жерде finish thing көріп тұрсыңдар. Демек мынау perfect қой. Одан кейін бар мына жерде been деген сөз келіп тұр. Демек онда ол present perfect passive болады екен. Деп осылай талдауға болады екен, иә? Жақсы. Ары қарай үшінші сұрақ. The meaning of the phrasal verb. Мына фразалық етістіктің мағынасы қандай?
turn somebody or something down. То есть turn дегеніміз бұру, down дегеніміз төмен. То есть бір нәрсені төменге бұру деп тікелей аударамыз. Бірақ turn somebody down, немесе turn something down дегеніміз бұл қандай да бір нәрсені қабылдамау, бас тарту деген мағынаны береді. Бетін қайтарып тастау деген. То есть, яғни бұл жерде дұрыс жауабы бізде А варианты to reject деген сөз болады, иә? To lie дегеніміз өтірік айту, to remove дегеніміз бір нәрсені алып тастау, ал to destroy дегеніміз жаншып, түгін қалдырмай жою деген мағынаны береді. Сондықтан да дұрыс жауап бізде А болу керек. Төртінші сұрақ. Correct conjunction. Дұрыс conjunction'ды табыңыздар дейді. The sudden heart attack, he was sent to the hospital immediately. Қараймыз. Ненің sudden дегеніміз бұл кенеттен деген мағынаны береді. Кенеттен heart attack, оның кенеттен жүрегі сап қалуына байланысты не қылды? He was sent to the hospital immediately. Immediately деген сөздің беретін мағынасы бірден, яғни оны бірден hospital дегеніміз бұл аурухана, яғни оны бірден ауруханаға жіберді. Демек, ненің нәтижесінде, то есть бір нәрсенің нәтижесінде деген мағынаны білдіретін сөз бұл жерде because деген сөз, иә. Бірақ Б варианты бізде дұрыс болмайды, өйткені because деген екен кәдімгі subject, because I couldn't sleep деген сияқты бір толық мағыналы сөйлем болу керек. Ал мына жердегі the sudden heart attack дегеніміз бұл просто не? Зат есім. Яғни зат есімнің алдында бізде әрдайым because of келу керек. Because of, одан кейін бар, мына жерде subject келеді. Сондықтан да дұрыс жауабы бізде болады екен D варианты. Жақсы, келесі 5-ші сұрақ. Mixed conditional. Жалпы mixed conditional өздерің білесіңдер, иә? Ол жерде conditional second пен conditional third келу керек. Кеттік. А вариантын бастап. People would be scared. Хорошо. Мынау дегеніміз бізде would be scared дегеніміз second conditional. Басы if suddenly tsunami started to rise. Так, но уже past simple бұл сөйлем полный бізде second conditional екен. Сондықтан да бұл А варианты бізге mixed conditional болмайды екен, иә? Would J.K. Rowling have started writing? Хорошо. Would have started. Хорошо. Would have started дегеніміз бұл third conditionalдың басы болып табыла алады. Әрі қарай if she hadn't become unemployed. Мынау бізде third conditionalдың аяғы. Қараңыздаршы, сендерге мына жерге жазып көрсең. Second conditionalдың бірінші бөлімі would plus verb 1, екінші бөлігі бізде болады past simple. Ал енді бізге үшінші шартты сөйлем third conditional. Ол жерде would, одан кейін бар have verb 3, не болмаса, одан кейін екінші бөлімі past perfect болады. Past perfect. Одан кейін қараңыздар, would plus verb 1, не болмаса would, одан кейін бар be verb ing келу мүмкін. Осы да бізде жаңағы second conditionalдың қатарына кіріп кетеді. Ондай болса кеттік. С вариантын қараймыз. If you hadn't clicked. Мынау бізде past perfect келіп тұр. Хорошо. Мынау үшінші шарт сөйлем. You wouldn't be watching this video lesson. Мынау уже second conditional. Демек, second conditional мен third conditional екеуі араласқандықтан бізде mixed conditional пайда болып, бізде С варианты дұрыс болады екен, иә? Дұрыс варианты С болу керек. Әрі қарай, егер үлгермей жатырсыңдар, оқушылар, видеоны паузаға қойып, бірінші өздерің орындап, одан кейін бар, менің талдағанымды көрсеңдер де болады. Чтобы өздеріңді тексеру үшін, кеттік. Дұрыс етістікті тап дейді. I promise that you never find another like me. Енді ағылшын тілінде бір өте керемет ереже бар. Осы I promise дегеннен кейін жазып қойсаңдар болады.
міндетті түрде I will. То есть future simple келу керек. Future simple келеді. Сондықтан да дұрыс жауабы I promise that you will never find another like me. А варианты бізде дұрыс болады екен, иә? Жақсы. Келесі 7-ші сұрақ. Incorrect past simple. Дұрыс емес құралған past simple табыңыздар дейді. Так, I used to traveling a lot. She didn't drink water at all. Қараймыз. She didn't drink water at all деген я. Мұнау бізде қарасаңдар оқушылар. Дұрыс, я, өйткені did дегеннен кейін болымсыз сөйлемдерде past simple'да not келеді, сосын verb one болса, онда бұл past simple'дың болымсыз түрін жасалу жолы. Мынау дәл соған келіп тұр, поэтому в вариант пока дұрыс емес. He was watched деп айта алмаймыз. Егер мына жерде I used to travel a lot болса, онда мынау осы past simple'дағы есту құрылымының дұрыс қолданған варианты болушы еді. Есту plus verb one болу керек. I used to travel болса. Демек, he was watched деп те айта алмаймыз. Мынаны past continuous айтатын болсақ, he was watching болу керек еді. Д вариантта қате. Сонда дұрыс жауап бізде болады екен. Әлбетте С варианты, иә, incorrect, қате. Демек, С варианты бізде дұрыс болады. Did you bought a new bag? Неге өйткені did you buy дейтін болсақ, онда ол дұрыс correct past simple болушы еді. Окей? Жақсы? Кеттік. Енді 8-ші сұраққа көшейік. Sentence about past habits. Past habits дейміз. Өткен шақтағы адамның әдеттері жайындағы сөйлемді табыңыз дейді. She is used to speaking in a low tone. Енді есту құрылымына байланысты негізімен YouTube каналымда полный сабақ бар. Тағы да бір формуласын жазып кетейін, иә. Болымды түрінде used to сосын бар. Етістің бастап бірінші формасы келеді. Ал болымсыз түрінде didn't use to, одан кейін бар verb one келеді. She is used to speaking. Қараймыз, мына жерде уже verb ing кетіп тұр. Демек, бұл past habits емес. Бұл варианты I didn't used to. Қараймыз, didn't, бірақ мына жерде д вариантын қосып қойғандықтан мынау қате екен. Scissors is used to cut papers. Мына жерде просто қарапайым сөйлем не еді? Мынау бұл жердегі қазір сендерге айтам present simple'дың passive voice. Passive voice. Яғни қайшылар қағазды қырқу үшін қолданылады деп айтылып тұр. Д варианты Әлібек used to play a lot with our kids. Келе ма? Used to, одан кейін бар play дегеніміз verb one. Поэтому дұрыс варианты болады екен бізде Д варианты. Келесі 9-ші сұрақ. Correct modal verb. Дұрыс модальды етістікті табыңдар. We had a lovely room in the hotel. Қараңдар. Had дегеніміз қай шақта? Past simple, иә? Ондай болса, past simple'да қолданылуы мүмкін емес. Етістіктер қандай? Can болмайды. Әрі қарай. We was able деп айта алмаймыз. We were able болса, мынау д вариант дұрыс болып қалушы еді. Демек, we had a lovely room in the hotel, яғни бізде отельде өте әдемі бөлме болды, және сол бөлмеден біздер көлді көре алдық. Көлді көре алатын едік деп тұр. Демек, бұл жерде адамның қандай да бір іс-әрекетті жасауға мүмкіншілігінің туғандығын could модальды етістігімен жеткіземіз. Сол себептен де С варианты дұрыс болады. Should болмайды, өйткені бұл қандай да бір рекомендация беру үшін қолданылатын етістік. 10-ші сұрақ. I was ill yesterday. Мен кеше ауырдым дейді. Ill дегеніміз ауру. I spent, мен өткіздім, не болмаса жұмсадым дейді. I spent the day in bed. Мен күннің
Мысалы, көп бөлігін, немесе бір бөлігін төсекте жатып өткіздім дейді. Қараңдар оқушылар. I spent whole day, the day деп айта алмаймыз. Егер бүкіл күні бойы жатқан болсам, онда I spent the whole болса, онда the вариант дұрыс болып жатыр. I spent the whole day in bed болса, the вариант дұрыс болады. Бірақ бақа қате. I spent some the day болса, I spent many the day деп айта алмаймыз. Өйткені, қараңдар, бізде ағылшын тілінде мынандай ереже бар. Жаттап алыңдаршы, оқушылар. The не болмаса this деген артиклдің алдында всегда some of, none of, most of, many of, any of, то есть мұнда of пен келеді. The не болмаса this, that деген секілді сілтеу түсініктер келетін болса. Бұл жерде the артикль келіп тұрғандықтан кейін most of a варианты бізде дұрыс болады. Окей? Осыны жаттап алыңдар. Бұл да тестте келуі мүмкін. 11-ші сұрақ. Determine the meaning of the expression to go the extra mile. То есть to go extra mile деп жазылатын әбден орны қалыптасқан сөздің мағынасы қандай? Жалпы бұл егер сіз қандай да бір іс-әрекет жасап жатырсыз, мысалы қазір сендер видео көріп жатырсыңдар. И осы видеоны көріп болғаннан кейін менің тағы видеомды көріп, тағы видеомды көріп, то есть бір емес, бір 4-5 видео көріп өтетін болсыңдар, онда сендер to go the extra mile болып жатырсыңдар. То есть бұл қандай да бір іс-әрекетті артығымен жасау. То есть көбірек жасау деген мағынаны береді. Егер көбірек видео көрсең, онда сен extra mile жүріп өттің. Демек, бұл варианттың дұрыс жауабы бізде Б болу керек. To make an additional effort. Яғни қосымша effort дегеніміз адамның жасаған іс-әрекеті. То есть тырысу дейді, осыны effort деп атайды. Яғни адам қосымша тырысатын болса, онда оны to go the extra mile деп айтуымызға болады. Кеттік. 12-ші сұрақ. Choose the correct preposition to complete the sentence. Сөйлемді толықтыру үшін дұрыс демеулікті табыңдар. Preposition дегеніміз демеулік. They are allergic cats. They are allergic for cats, with cats, on cats не болмаса to cats дейді. Жалпы, ағылшын тілінде әбден орны қалыптасқан adjective plus prepositions деген бар. То есть сын есімдер мен демеуліктер әбден орны қалыптасқан. Сондай кейін сендер тізімін жатқа білсеңдер, дәл осы секілді сұрақтар келсе, онда сендер еш қиналмайсыңдар. А вот сондай тізімді мен өзімнің телеграм каналыма жүктеп қойдым. И сол тізімдердің сілтемесін осы видеода комментарийда ең бірінші комментарийға ссылкасын қалдырамын. И описаниеде тұрады. Сол жерге кіріп, өздеріңе жүктеп, телеграм каналға тіркеліп алыңдар, чтобы дәл осы секілді пайдалы ақпараттар, PDF форматтағы файлдар, неше түрлі осындай жаңа сөздердің барлығы мен сол жерде жариялап отырамын. Ал мына жерде әбден орны қалыптасқан бұл allergic деген сөздің қасында to демеулік келеді. Олар мысықтарға, олардың мысықтарға аллергиясы бар. То есть I am allergic to деп арқырай сендер сөйлемді жалғастыруларына болады. Давайте бірге бір кішігірім тапсырма орындайық. What are you allergic to? Яғни сендердің неге аллергияларың бар? Давайте өздерінің мысалдарын келтіріңдер, чтобы сендердің естеріңде сақтап қалу үшін. Мысалы мен айтамын, I am allergic to sweets. Мен тәтті жесем, кейде аллергиям ұстап қалады деген сияқты. Дәл сол секілді. Сендердің неге аллергиялар бар? Давайте комментарий жазып кетіңдер. Кеттік 13-ші сұрақ. Form a sentence using the present perfect continuous tense. Сөйлемді present perfect continuous шағын қолданып толықтырыңдар. Present perfect continuous шағын формуласы, давайте формуласын жазайық. Subject, іс-әрекетті орындаушы, зат есім. Одан кейін барып present perfectте have, одан кейін been, одан кейін барып verb ing келеді. They have been preparing for a promotion for months. Демек, с варианты бізде дұрыс болады екен. They have been preparing for a promotion for months. 14-ші сұрақ. Select the correct adverb. Дұрыс
adverb деген сөз қараңыздар. Adverb дегеніміз бұл істеу. Дұрыс, істеу табыңдар. The professor spoke about the importance of research ethics. Қарасыңдар, мына жерде adverb деп итаки өзіндерге дұрыс жауап беріп тұр. Өйткені жерде етістіктен кейін бізде всегда adverb, істеу келу керек. Ал істеудің жасалу жолы ол просто ly. Допустим, slow деген сөз болса, сінесің. Оған ly жалғасыңдар, онда ол adverb болып кетеді. Сонда дұрыс жауап болады, әлбетте, Б варианты passionately. 15 сұрақ. Identify the sentence with the incorrect use of the comparative degree. То есть, comparative degree дегеніміз бұл салыстырмалы шырай. Давай жазып қойықшы. Салыстырмалы шырай. Мұндағы comparative деген сөздің түбірі ол compare деген сөзден шыққан. Бұл етістік. Compare деген сөз бұл етістік. Ол салыстыру деген мағынаны береді. Демек, салыстырмалы шырай. Қалай дейді қараңдар? Incorrect. Correct деген сөз бұл бізде дұрыс. Incorrect дегеніміз дұрыс емес. Демек, салыстырмалы шырайдың дұрыс емес жасалу жолын көрсетіңіз дейді. This is the most unique painting. Қараңдар оқушылар. The most дегеніміз бұл күшейтпелі шырай. Салыстырмалы емес. She sings more beautifully. More beautifully деп айта аламыз. Than her classmates. Бұл жерде сөйлемді correct. Салыстырмалы шырай дұрыс құралған. He is the smartest among the two. The smartest бұл да күшейтпелі шырай. The weather is getting more bad. Жалпы ағылшын тілінде bad деген сөздің салыстырмалы шырайы ол бізде болады worst деген сөз. Күшейтпелі шырайы worst. Всегда the worst деген болады. Алдында the артикль болады. Сондықтан дұрыс жауабы D варианты болады екен. Окей? Кеттік. 16 сұрақ. Choose the correct verb form. Етістіктің дұрыс формасын табыңыз дейді. The team, along with their coach, ready for the championship. Қараңдар оқушылар. The team деп тұр. Бұл team дегеніміз топ, не болмаса группа. Along with their coach. Өзінің тренермен бірге. То есть, не айтып тұр? Бұл жерде тек бір ғана нәрсе жайында айтып тұр. The team. Бұл топ. Олай болса, ол it болады. Хорошо. Одан кейін не бол керек? It are getting деп айта алмаймыз. It get деп айта алмаймыз. It gets не болса, it is getting бол керек. Енді, мына жерде сөйлем мағынасы қарайтын болсаңдар, топ чемпиондыққа дайындалып жатыр. То есть, бұл жерде бізге не керек? Процесс қажет. Сондықтан, the team along with the coach is getting ready for the championship болады. Поэтому А варианты бізде дұрыс бол керек. Хорошо? Кеттік. 17 сұрақ. Determine the correct form of the plural. Көпше түрдегі сөздің формасын табыңыз дейді. My sister bought 3 of shoes yesterday. Так. 3 pairs не болса pairs. Жалпы pair деген сөз оған еш жалғайтын болсаңыздар, просто pairs бол керек. Сондықтан дұрыс варианты Б вариант болады. My sister bought 3 pairs of shoes yesterday. Кеттік. The same meaning. I wonder why you didn't show up during the final test. То есть, I wonder why you didn't show up during the final test деген сөзге ұқсас, мағыналас қай сөйлем мына жерде. Кеттік. I wonder why дегеніміз қалай аударылады? Мен түсінбедім, не үшін екен? Мен түсінбедім. Не үшін екенін дейді. Не үшін екенін деген сөз ғой. Не болмаса, менің білгім келеді. Wonder дегеніміз біреуге қызық. То есть, мен білгім келеді, сен неге
Тестке келмедің деп тұр кеше. Кеттік. He didn't want to know. Оның білгісі келген жоқ деді. Ұқсай ма мағынасы? Жоқ, ұқсамайды. He accused me not showing up during the final test. Ол мені accuse дегеніміз жала жабу. То есть Б варианты да дұрыс болмайды екен. He assumed why I didn't show up during the final test. Assume дегеніміз бұл болжау. То есть, яғни ол болжап айтты, что мен неге тестке келмегендігімді болжап біл дейді. Жоқ, С варианты болмайды. Д варианты it puzzled him. То есть it puzzled him дегеніміз ол оны ойландырды, ол оны толғандырды, То есть оны бір қандай бір сұрақ қоятындай жағдайға түсіріп жіберді дейді. Но келе ма? Келеді. I wonder why мен it puzzled him дегеніміз бір-бірімен синонимдес мағыналас болғандықтан бізде дұрыс жауабы Д варианты болу керек. It puzzled him why I didn't show up during the final test. Предпоследний сұрақ. Choose the correct conjunction. Дұрыс conjunction'ды табыңыздар. She is not only talented, also creative. Қайсы болады? But, so, or не болмаса yet. Енді оқушылар мынаны жаттап алыңдаршы, потому что бұл өте жиі қолданылатын грамматикалық құрылым. Егер not only деген келсе сөйлемде, онда всегда but also мен келеді. Поэтому she is not only talented, but also creative. А варианты дұрыс болады. Мына жаттап алыңдар. Not only, but also деген әбден орны қалыптасқан грамматикалық құрылым бар. Ол тек талантты ғана емес, сондай-ақ креативті адам. То есть сендер айтсыңдар, мен тек ақылды емес, сондай-ақ тәртіптімін дейтін болсаңдар, I am not only smart, but also, for example, disciplined. Кеттік. 20-шы сұрақ. Choose the correct word to complete the sentence. Сөйлемді мына жерде дұрыс сөзді қойып аяқтаңдар дейді. The detective made a careful in the crime scene. Оқушылар, осы 20-шы сұрақ талдамасы бұрын сендерге айта кетейін. Дәл осы сұраққа дұрыс жауап беру үшін сендер сөздердің құрылымын білулерің керек. То есть сөз жасам қандай жұрнақтарды жасаған кезде зат есім, сын есімнен зат есім қолданады деген сияқты. Мысалы, мына жерде сендер қай сөзді қоя алатын ендер? Допустим, біреулер inspect деген сөз қойып қоялары мүмкін. Бұл негізі етістік. Егер мына жерге inspect қойсаңдар қате. Неге? Потому что мына жерде a деген сөз тұр. A бұл артикль. Демек, артикль деген мына жерде сын есім келіп тұр. Неге? Өйткені мына жерге full деген жұрнақ жалғанып тұр. Вот, қараңдаршы. Сөздікті, то есть сөз жасамды білу сендерге қандай күшті привилегия береді мына тестті дұрыс жақсы қылып шешу үшін. Артикль, мынау уже бізде adjective, сын есім. Олай болса мына жерде маған зат есім керек қой дейсіңдер. Ал зат есімді тудыратын жұрнақтардың бірі ол не? ING зат есім тудыра ма? Жоқ, ол сын есім тудырады. Иди дегенше, бұл да сын есім не болмаса етістік тудырады. Ал мына жердегі тион дегенше, шын деген бұл зат есім тудырушы жұрнақ. Поэтому С варианты бізде дұрыс болады. The detective made a careful decision in, it was a careful inspection in the crime scene болу керек. Сол себептен де сабақтың дәл қазір сендермен бірге аяқтадым. Енді сендер не жасауларың керек? Осы видео лайк басыңдар. ұбт тапсыратын досыңмен осы видеоны міндетті түрде бөліс. Және үшіншісі, менің инста парақшама өтіп, мини курсы тегін алып кет. Мен мини курсы болсам босқа сендерге ұсынып отырған жоқпын, потому что дәл 20-шы сұраққа дұрыс жауап берулерің келсе, сендер мини курсты полный аяқтап шығуларың керек. И осы үшеуін жасайтын болсаң, онда сен прям молодецсің. Жалпы сендермен қоштаспаймын. Келесі осы сабақтың екінші бөлімінде көріскенше сау болыңдар.